Ассалаумағалейкум, армысыздар қалың елім қазағым. Міне бірнеше күннің ішінде тұтас Америка халқының таңдауы әлемге әйгілі болады. Бұл Америка халқының ғана сайлау емес, анығында бүкіл жер бетіндегі адам баласының тағдырына қатысты үлкен оқиға болып тұр. Ең қызығы, республикашылдардың, яғни Трампшылдардың атаманы болып келген Буш әулетінің қызы Трамптан бас тартып, Камала Харристі қолдап кетті. Ал осы Холливуд киноларында ең атақты болып жүрген атақты өнер жұлдызы Том Ханкске дейін енді Камаланы қолдап жатыр. Бірақ Трамптың да қолдаушылары аз емес. Әсіресе Илон Масктың бір өзі Трампты қолдап, тіпті оған бүкіл қаражатымен кірісіп, тіпті әр күні оны қолдайтын адамдарға жаңағы ұтыс ойнатқан сияқты болып, оған $1 миллион ұтыс берген сияқты бір ойындарды бастап кетті. Ал бұны Байден ақсақал сынады. Илон Масктың бұндай істеуі қайшы деді. Анығында да сайлауды ұтысқа айналдыру тарихта болмаған шығар, бірақ Илон Маск оны жасап жатыр. Енді бұл Илон Масктың қолдауы анығында бейне Трамп пенен оның көмекшісінің командасынан көрі Трамп пен Илон Масктың командасы сияқты қылып жіберді. Ал Камала Харристі қолдаушылардың дені әйелдер құқығын қорғаушылар, және ең бастысы шеттен келген иммигранттар, жаңағы реңділер, яғни ақ адам еместер, сосын тағы мынау демократтардың ішінде мынау ЛГБТ-ға қатыстылар, сосын тағы әйелдер егер өз жақыннан немесе туыстарынан немесе жаңағы қылмыскерлерден, ауруы бар қылмыскерлерден жүкті болып қалған жағдайда, мәжбүрлеп жыныстық зорлық-зомбылық, басқыншылық жасаған жағдайда түсік жасауға құқылы дейтін Камаланың үндеуі кейбір Америка азаматтарының қолдауына ие болып тұр. Енді жалпы иммигрант мәселесі, заңсыз келімсектер мәселесі екеуінің басты түйініне айналып тұрса, екінші бір басты түйін Украина-орыс соғысы болғалы тұр. Зеленский жылап жүр. Себебі Зеленскийге алсаралыққа ұшатын Американың қаруын сұрап құпия хат жазғанда Байденнің ондай қаруды бермейміз дегені бір ауыр соққы болып десе, екіншісі Зеленскийдің бұл құпия қаруды сұрағанын ақпараттың жариялап жіберген екінші соққы болды. Зеленский ашық мәлімдемесінде не үшін бұндай White House пенен, яғни Ақ үй менен Украина ортасындағы бұндай құпия зат неге шетел ақпаратына шығып кетеді деп наразылығын білдірді. Бұл алсаралыққа ұшатын бұндай жойғыш қарулар қазір Украинаға рұқсат берілмей тұр. Бірақ дәл осы қысылтаяң сәтте аяқ астынан 8.000 солтүстік Корея әскерінің Курскіде соғысып жатқандығын жариялаған Американың қорғаныс министрлігі Пентагон бұл мәселеде енді Зеленскийге ресми емес, бейресми түрде егер бұл соғыс екі Корейдің ортасына қарай ойса, немесе солтүстік Корея Украина жерінде соғысатындай болса, Украина қарсы соғысатындай болса, онда енді өзің біл дегендегі келді. Бірақ ресми түрде президент тарапынан енді атсаң ата ғой деп рұқсат беріп тұрған жоқ. Бұлай қарап отырсаң, соңғы кезде мынау орыстардың шабуылы күннен күнге үдеп, Украина тіпті Донбасс тағы басқа бірнеше жердегі елді мекендерден айырыла бастады. Орыстар біраз елді мекендерді украиндардың қолынан тартып ала бастады. Енді бұлай қарап отырсаң, Курскіде қырылып жатқан кім? Тағы да орыс. Курскідегі қырылып жатқан орысты, үйі қираған, сусыз, жарықсыз қалған, азық-түліксіз қалған орысты құтқарып, оны жаңа тыныш жерлерге тасып жүрген кім? Украиндер. Ал орыстар Курскідегі өздерінің орыстарының кезінде жаңағы Путинді қолдаған орыстарының жасап жатқан микрорайондарының төбесіне зымырандармен, дрондармен шабуыл жасап жатыр. Бұлай қарап отырсаң, кезінде ойбай Путин деп Путинді құтқарушы құдай көрген орыстар
мысалы Донбасстағы, Луганскі, Донецкідегі, Курскідегі, тіпті Қырымдағы орыстар қазір сол орыс басы Путиннің зымыраны мен дронының астында зар еңіреп жылап жатыр. Өлген өліп, өртеніп, сусыз, жарықсыз қираған қирандылардың ішінде жүр. Ал оларды құтқарып жүрген тағы украиндар. Ең сұмдығы қазір Қырымда орыстың аспаны ашық қалды. Қырым Путин үшін алғанда бір түбі жоқ, түбі тесік шелек сияқты, немесе бір шыңырау зындан сияқты болып кетті. Себебі Қырымның аспанын қорғауға С-300, С-400-ін, тіпті ең атақты С-500-дерін орнатады. Бірақ өл жерге қалай С-300, С-400, С-500 келеді, оны алады дағы украиндар атып тастайды. Себебі заң бойынша Қырым Украин жері, бірақ орыс жаулап алған. Сондықтан Қырымға қолдануға Қаймарыс тағы басқаларына рұқсат. Сөйтеді де орыстың С-400, С-500 деген ең таңдаулы әуе қорғаныс жүйесі Қырымға келе салған кезде украиндар бірін бір, екісін екі жарып жатыр. Бірақ Ресей жеріндегі С-400, С-500-дерге тиісуге Украинаның мүмкіндігі болмай тұр. Оған алысқа ұшатын жойғыш, жойқын, жаңағы сұмдық ірі жарылғыш тудыратын қаруларды аталмай, жай өздері жасаған жеңіл типті дрондарды ұшырып жатыр. Енді қараңыздар, Қырым қазір Путин үшін алғанда үлкен бір бас ауруға айналды дейтініміз, Қырымды Путин барып, ол деген біздің қасиетті жер, ол мәңгі жаңағы жауға берілмейтін жер, біздің Ресейдің жері деп Путин оны өзінің бір саяси жарнамасы ретінде әбден мақтаған. Қырым көпірін өзі ашқан. Қырым көпірі ашылғанда өзі о жерде көлік айдап, өзі бірінші жаңағы көлік жүргізуді бастап берген. Былайша айтқанда Қырым Ресей үшін алғанда бір образдық сипатқа ие болды. Енді қазір осы Қырымның көпірі де жуырда тасталқан болуы бек мүмкін. Себебі оның тасталқан болуына қазір украиндер Еуропада бұл Қырым көпірінің салынуы заңсыз, әлемдік теңіздік экологияны бүлдіреді және кеме қатынасына қолайсыз деп оны сотқа беріп ақпаратты дуылдатып жатыр. Сөйтіп бүкіл дүние жүзі оған қанық болғаннан кейін тарс еткізіп жара салуы мүмкін. Ал енді кеше ғана С-400 Қырымда тасталқан болды. Бұл Путин үшін алған кезде енді Қырым оны тастай салайын десе тағы болмаған, тастамайын десе тағы болмаған. Неге сен жойғыш қаруларды қолдандың деп кінәлайын десе, Қырым заң бойынша Украина жері. Сонымен Путин не қоймаған, не қоя алмаған, сасық көкірегі Қырымды Украинға бере салуға тағы келмейді, бермейін десе украиндар бір келген әуе қорғаныс жүйесін бір қиратып, бір шағып, сонымен Путинге де маза бермей тұр. Анығында бұл Путиннің де үлкен бір бас ауруына айналып тұр. Жылы порты жоқ Ресей Қырымнан айырылғысы келмейді. Бірақ дәл қазіргі жағдай Путинге қолайсыз болып тұр. Путин неге солтүстік Корейді аяқ астынан Курскідегі соғысқа алып келді? Неге солтүстік Корейдің семіз Мешел басшысы Жапонға қаратып зымыран атты? Онысы теңізге құлады, айдалаға лағып кетті. Бірақ бұл жердегі әңгімені Путин де кимде Трамптың байбаламына қолайлы саяси жарнама жасап жатыр. Міне соғыс кеңі кел жатыр. Міне 3-ші дүниежүзілік соғыс болғалы жатыр. 3-ші дүниежүзілік соғысты болдырмаудың жалғыз амалы мені сайлаңдар, мен сайлансам бір күнде соғысты тоқтатам деген Трамптың байбаламына Кимде, Путинде алыста жатып соғысты онан арман өршіту арқылы, солтүстік Корейді Курскіге әкеліп соғыстыру арқылы көмектесіп жатыр. Бұл жағынан Камала Харриске және жалпы демократтарға сын күшейіп кетті. Әрине америкалықтар үшін орыс кім, украин кім, бірін өліп, бірін қал, мен жемеген қарын боғымен піссін дейтін көзқараста соңғы кезде күшейіп келеді. Әсіресе оған Трамптың өлермендігі, шешендігі, қылмыс артып бара жатқандығы, не үшін америкалықтар істейтін жұмысты қаптаған қалың келімсек келу істеу керек, неге Американың халқы тұрмыста қиналу керек, неге заттың бағасы өсу керек, неге біз айдаладағы Украинаға сонша миллиардтарды беру керек біз деп Трамп та қоймай келді. Жалпы бұл қазан қараша Америкадағы үнемі тағдыр шешетін қазан қараша. Енді осы бірнеше күннің ішінде қара келіншек бола ма, саршал бола ма, оны Американың халқы өздері таңдайды. Демократия деген міне осы. Американың халқы үшін алғанда, егер мен Американ болсам,
Мен үшін де екеуінен біреуін таңдау қиынға түсер еді. Жекешілдік тұрғысынан қарасаң, Трамптікі дұрыс сияқты. Албат ақшаны айдаладағы атасы басқа, иті қара қасқаға неге шашамыз деген сөз қарапайым адамдардың санасына кіретін сөз. Бірақ Камала айтады, неге біз Американың лидерлік орнын тастауымыз керек дейді. Демократтардың Америка әлемдегі лидерлік жетекші ел, бүкіл адамзаттың мәселесіне Америка келуі керек, жетекшілік атқару керек. Мынау Тиран, Қытай, Орыс, Иран сияқты елдердің жаңағы әлемдік зұлымдығын тежеп отыру керек дейтін бұндай ұсынысы ол да көңілге қонады. Енді қалай болмасын, Американың аты Америка. Егер Америка болмаса, мына зұлым Орыс, зұлым Иран, зұлым Қытай айналасындағы ұсақ халықтарды, әлсіз халықтарды өмір сүруге қоймас еді. Орыс, Қытай, Иран айналасына тек өрт, соғыс ашатын еді. Сондықтан біз айтамыз, Орыс жүрген жер ойран, Қытай жүрген жер қырғын дейміз. Қалай болмасын, ендігі таңдау Америка халқының қолында. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.